Бизнеске бағыт 2. Аз ақшамен бастауға болатын 100 бизнес-кейс. Алғы сөз. Қателіктер бізді шыңдайды, өсіреді, қатайтады, ақылымызды толыстырады. Ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін ұқтырады. Аспаннан ақша жаумайды, егін болып өсіп шықпайды. Ал бизнесмен болып, көптеген тәжірибеден өту арқылы тұлға қалыптасады. Қазір өзіңізше әлеуметтік желілерде жарқырап, шалқып өмір сүріп жүрген бай қуатты тұлғаларға қарап, біз қашан осындай болар екенбіз деп ойлауыңыз мүмкін. Тіпті бұл қызығудың өзі орынды. Себебі бізді кішкентай кезімізден бай боласың, бастық боласың деп өсірген. Алайда өмір болған соң бәріміз бай да, бастық та бола бермейміз. Өмір солай. Әркімнің өз саласымен, басқа жазуымен тіршілік жасай береді. Рас, біреулерге қызығып ел аралағымыз, қымбат көлік, зәулім үй алғымыз келеді. Мұндай арманымызды жүзеге асыруға қалтамызда артық теңгеміздің жоқтығы кедергі болып жатыр. Сіздің осы кітапты қызығып, сатып алып оқуыңыздың өзінде түбі бизнес ашсам, бай болсам, жақсы өмір сүрсем деген қалау жатыр. Бұл кітапты жазғанда оқырман қауымның кітап сөресін толтыратын плюс бір кітап olsun деп емес, менің жазған кітабымнан шабыт, идея келіп, бизнеске бағыт алып, қазақ еліне плюс бір бизнесмен қосылсыншы деген ой. Ғасырдан ғасырға жететін қазына кітап. Ең өміршең, ең құнды зат осы кітап. 2019 жылы кітап жазамын деген ой алғаш санама келген күннен бастап оқырман не дер екен, қалай қабылдар екен деген сұраулы ойда қорқыныштың болғанын жасырмаймын. Алайда бастаған ісімді соңына дейін жеткіземін деп шештім де, ақыры 2020 жылдың көктемі бизнеске бағыт кітабы 20 мың тиражбен жарыққа шықты. Сол жылақ кітап толықтай бірі қалмай сатылып кетті. Оқырманын тапқан кітаптың өзі қуаныш әкеледі екен. Әсіресе сол кітапта жазылған амалдарды жасап, кеңестерге құлақ түретін оқырмандар болса, нұр үстіне нұр емес пе? Осылайша сәтті өз миссиясын аяқтаған бизнеске бағыт жалғасы ретінде осы қолдарыңыздағы кітап қалың оқырман алдына шығып отыр. Бизнеске бағыт кітабының ең соңғы бөлімінде ешқашан кеш емес деген тақырыпта 50 жасты еңсерсе де 60 жастан асса да өз сүйікті ісін бастаған жандарды мысалға келтіріп үлгі ретінде айтып едім. Осы жолы тағы да айтқым келетіні, қандай жерде тұрсаңыз да, қандай жаста болсаңыз да, жүрегіңізде үлкен ниет пен арман болса, өз қалауыңыздағы кәсіпті ашуға ешқашан кеш емес екенін оқырман қауымға үндеу ретінде жеткізіп, бизнеске бағыт 2 кітабын жазуға бекіндім. Дайын идеалды бизнесмен қылып шығаратын қандай да бір орталық, курс жоқ. Бәрі де уақыт еншісіндегі дүние. Ең бастысы қорқынышқа бой алдырмаңыз. Айналаның қолыңнан келмейді деген сөзінің бірінде елемеңіз, үрей дегенді ұмытыңыз. Бизнес әлемінің есігін ашқан күннен бастап сізде тек бір ғана алға қарай қадам басу деген жол бар. Ешқашан кері шегінбеңіз. Шаршасаңыз, жылдамдықты кішкене азайта тұрыңыз, алайда тоқтап қалмаңыз. Бизнеске бағыт кітабын жазу менің шынайы жүрегіммен жасалған жоба. Шынайы жасалған дүниені оқырман да сезеді емес пе? Бұйырса бизнеске бағыт 2 кітап басылымы да оқырман жүрегінен орын алып, талай жанның кәсіп ашуына себепші болады деген сенімдемін. Әрекетке берекет.